Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай тез жасалынатын творожный печенье жасаймыз. Ал енді қамырына кірісеміз. Бізге осы творогты блендермен жақсылап езіп алуымыз керек. Творогты блендермен езіп болған соң үстіне шекерді саламыз, және де ванильный сахарды саламыз. Және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, барлығын бір келкі етіп араластырып аламыз. Енді біз қолға жабыспайтын бір келкі қамыр жасап алуымыз керек. Сондықтан оның барлығын салмай, біртіндеп салып отырып, осындай қамыр елеп аламыз. Разрыхлительді ұмытпаймыз. Разрыхлительді ортасында саламыз. Қамырымызды елеп болған соң, оны екіге бөлеміз. Сөйтіп оқтаудың көмегімен жайып, және де өзіңізге ыңғайлы стакан немесе бокалдың көмегімен домалақ етіп осылай кесіп аламыз. Кесіп алынған домалақша қамырларымызды біз шекерге батырып, осылай форма жасап, барлығын противеньге жайып орналастырамыз. Духовкамыз 200 градуста қызып тұруы қажетті. Бұл печеньелерді 13-15 минутте пісіріп аламыз. Менің үйімде балаларым творог жемейді, сондықтан мен осылай печенье жасап беремін. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолжетімді ингредиенттер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.